Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз қосымшаларға тоқталамыз. Бүгінгі меңгеретініміз есімше, көсемше және тұйық етістік. Есімше туралы түсінік. Есімше сөйлемде екі түрлі мәнде, екі түрлі қызметте жұмсалатын етістіктің ерекше түрі. Ол жіктеліп, етістік қызметін атқарса, ал есімше түрленіп, септеліп, тәуелденіп, көптеліп, есім қызметін атқарады. Жұрнақтары ған-ген, қан-кен, айтқан, көрген, ар-еррі, айтар, білер, атын, етін, итін, итін, айтатын, мақ-мек, бақ-бек, бармақ, көрмек. Есімшенің түрленуі, яғни көптеледі, септеледі, жіктеледі, тәуелденеді. Есімшенің көптелуі, ған-ген, қан-кен, атын, етін, итін, итін тұлғалары есімшелерге ғана жалғанады. Мысалы, барғандар, ған деген жұрнағынан кейін көптік жалғау жалғанып тұр. Есімшенің ар, ер, рі, мақ-мек, бақ-бек, бақ-бек тұлғаларына көптік жалғауы жалғанбайды. Есімшенің септелуіне назар аударамыз. Атау септік көрген, іліп септік көргеннің, барыс септік көргенге, табыс көргенді, жатыс көргенде, шығыс көргеннен, көмектес көргенмен. Яғни септеледі. Ар, ер, рі, мақ-мек, бақ-бек тұлғаларына көмектес септіктің жалғауы жалғанбайды. Ал енді көсемшеге тоқталайық. Көсемше екі түрлі мәнде, екі түрлі қызметте қолданады. Күрделі етістіктің құрамында келіп, негізгі іс-әрекетті білдіреді. Қимыл іс-әрекеттің әр түрлі сипатын, амал тәсілін, себеп мақсатын білдіреді. Мысалы, тапсырманы орындап болды. А, Е, И, Ып, Үп, П, ғалы келі, қалы келі жұрнақтары бар екен. Мысал келтірейік. Ала, ал түбірі етістік, а көсемшенің жұрнағы. Жазғалы, жаз түбірі, ғалы көсемшенің жұрнағы. Барып, бар түбірі, ып көсемшенің жұрнағы. Мына кестеге назар аударайық. Көсемшенің жіктелуі. Жекеше, көпше түрде көсемше жіктеледі. Мен айтамын, сен айтасың, сіз айтасыз, ол айтады. Түсінікті, е? Сонымен қатар көсемшенің жұрнақтары сөйлем арасында ауыспалы шақтың көсемше, өткен шақтық көсемше, келер шақтық формасында да жұмсалады екен. Келесі жұрнаққа тоқталамыз. Тұйық етістік. Тұйық етістік етістіктің ерекше түрі. Мағынасы жағынан ол қимылдың, іс-әрекеттің атын білдіреді де, шақпен де, жақпен де байланысты болмайды. Оның жұрнағы у. Мысалы, сұрау, сұра түбірі, у жұрнағы. Жүру, жүр түбірі, у жұрнағы. Тұйық етістік сонымен қатар балалар әрі заттық, әрі қимылдық мағынада қолданылады. Заттық мағынада көсеуді әперші. У тұйық етістігі септеліп тұр, я? Нен әперші? Сабаумен жүн сабайды. Сабау дегенде тұйық етістік, яғни көмектес септігін жалғап тұр. Сабаумен жүн сабайды. Ал енді қимылдық мағынада жұмсалуы. Отты көсеу керек. Малды сабауға болмайды. Бұл жерде тұйық етістік қимылдың мағынасында жұмсалып тұр. Сонымен қатар тұйық етістік есімдерше түрленеді. Яғни көптеледі, тәуелденеді, септеледі. Балалар, тұйық етістік туралы айта кететін тағы да бір жайт. Мысалға, оқы деген етістік түбірге, тұйық етістігі жалғанған кезде дыбыстық өзгеріске ұшырайды. Яғни кейінді ықпал етеді. Дауысты дыбыс түсіп қалады да, оқы деген, оқу деген
дыбыстық өзгеріске ұшырап ы дыбысы түсіп қалды. Яғни түбірі оқы деген түбірге у тұйық етістігі жалғанғанның әсерінен ы дыбысы түсіп, кейінгі ықпалдың әсерінен оқу деген түбір шықты. Тағы да айта кететін кейі деген сөз бар. Кейі дегенге у жұрнағы, тұйық етістігінің у жұрнағы жалғанған кезде кию болады. Яғни ю дыбысына айналып кетеді. Жай дегенге тұйық етістігі жалғанған кезде жаю болады. Жу деген түбір сөзге у тұйық етістігі жалғанған кезде екі дыбыста түсіп қалмайды, яғни жуу болады. Жап деген түбір сөзге тұйық етістігі жалғанған кезде п қатаң, б ұянға айналып, жабу деген сөз туындайды екен. Осыны естен шығармаңдар, балалар. Сабақтан кейінгі әсерлеріңді кері байланыс ретінде жазыңдар. Назарларыңа үлкен рахмет. Сау болыңдар.